Бүгінде мінекей сондай бір додалы бәсеке өзіңізді күтіп тұр. Қандай көңіл күйдесіз? Өте жақсы көңіл күйім. Өйткені осы күні мұғалім төрттігінде осындай мықты азаматтармен бірге болып ән шырқау мен үшін үлкен бақыт, бір жетістік деп айтамын енді осы бауырларыммен. Осы барыста қолдап қуаттаған барлық үлкен кіші барлық қолдаушыларыма үлкен рахмет айтамын. Бәрекелді. Біз де өзіңізді қолдаймыз, өзіңізбен бірге сахнада өнер көрсеткелі тұрған әріптестеріңізді, Күміс көмейдің шәкірттерін бірге қолдаймыз. Өнердің биігінен сахнаның сәнін келтіріп, ән шырқап жүре беріңіздер дейміз. Ақ жол болсын. Бейне бала салғаны сайранай ақыл өтер үнсіз ғана күндер қайранай жай байқалмай сағым дүние өмір жалғанай қанша жерде көңіл қалғанай айға шапқан асау арманай ақыл ғана қорған болғанай жаның қандай айна бейне көшкен ай сәуле қайда оған түскен ай ей өмір ай сағым дүние өмір жалған ай қанша жерде көңіл қалған ай айға шапқан асау арман ай қорған болған ай уақыт шіркін өтпей. Ал Мұрат, сахнаға деген өзіңнің дайындығың қандай болып жатыр? Жалпы өзіңмен қандай күтіп отырсың? Әріптесің керемет бір ән шырқап жатыр. Әбубәкір ағамыз өте шынында мықты әнші. Ол кісіні де мықты орындайды деп білемін. Енді мен де даярлығым жаман емес. Ол кісімен түсемін деп те ойламаған. Бірақ та шынында көңілдім бұл кісімен түскеніме өте қуаныштымын. Ары қарай жалғастырамын ба деп үміттеніп отырмын. Сәттілігің қабыл болсын деп өнеріңе сәттілік тілейміз. Ақыл ғана қорған болған ай қанша жерде көңіл қалған ай айға шапқан асау арман ай ақыл ғана қорған болған ай Күміс көмей басталғалы бері осы әншіні бағалап жатқан, өнерпазды бағалап жатқан сахнада өзің бір керемет даусыңменен тәлімгерлердің жақсы бағасын алдың. Гүлнұр ұстазыңның группасында болып тәлім алдың, керемет өнер көрсетіп келе жатырсың. Мінекей енді бүгін 4 мықтыдан біреуін саралау басқышы, былайша айтқанда бір тәлімгерден. Қандай дайындықпен келіп отырсың және өзіңе қандай үміт артып отырсың? Бүгін өте көңілдімін шынында. Осы 4 тәлімгердің берген бағасы да өте тамаша болды. Сол себепті менде де ары қарай
құлшынуға үміттеніп келемін. Осы Күннұр әпекеміздің тобындағы жігіттердің бәрі де мықты. Сол секілді менде де Күннұр әпекемнің үмітін ақтауға тырысамын деп ойлаймын. Бәрекелді, олай болса, тілегің қабыл болсын. Ақ жол. Қалай билікті ойлы қырлы жолы, бастым елімнің шығыс батүстік пен солы, қарс шауып қатерге сансыз көрді, жетті тәңір жарылқан бақ дәулетке қолым. Еткен қайын еді нағыз адам болып, мақтан адамша жасаған. Өмір заңы бірде толып бірде солып, бәрін сыйлайды саған. Тұлпармын деп аттан салып асыр, мен ат салып келем түсіп жауға жасыр. Келі заман сенен рахат табам, бар жасай бергім тағы 5 ғасыр. Жаңағы сахнадан қандай бір көңіл күймен түстіңіз? Орындаған әніңізде әттеген айлар болды ма? Енді ол Нақмайдан болған кейін әттеген айлар болады ғой. Негізі ол өзің жасатып айтпаған ән болғаннан кейін, басқа біреудің орындағаны болғаннан кейін, бәлкім өз деңгейіңді білдірмейтін шығар. Жарыста тек қана ән жеңіледі, бірақ ол өнер жеңілмейді, ол мүмкін емес. Әннен жеңілесіз, басқа өнерден жеңілмейсіз. Жарыстың қағидасы солай. Бәрекелді, олай болса, ақ жол тілейміз тағы да. 面对冰老雪之后，雨多情的陪伴，珍惜苍天赐给我的金色的华年。做人一体肝胆，做人何须先贤，好情不别年复一年。做人有苦有甜，尝了分开两边，都会梦中的明天。看天地正常，踏遍万里河山，我站在风口浪静静握住日夜青春。烟花人间，看得太平迷茫，我真的还想再活500年，我真的还想再活500年。Жарыс заңдылығымыз бойынша ендігі кезекте тәлімгерлеріміз екеулеріңе баға беретін болады. Ендеше әуелгі сөз кезегін Бекеш аға сізден бастағым келіп отыр. Әубәкірден бастасақ, жаңағы әнді дұрыстап жақсы айтты. Аралығында демалыс дұрыс болмаған ба, тыныстар кішкене жетпей атты, сағында не болған ба, қысым болып отыр ма, кейбір дыбыстардың аздап тайып отырды. Ал енді Мұрат әнді екі тілмен жеткізіп айтты деп есептеймін бүгін енді қазір. Өйткені Мұрат балдың жол басқа бір қырынан көрінген. Сода Мұраттың еліктеу несі, былайша айтқанда, деңгейі
еліктей өнері күшті екенін байқап отырмын. Оның үстіне жаңағы әннің өзінде дыбыс орнын бірнеше жерден шығарып отыр. Көмейден шығарып, бер жағынан шығарып дегендей. Жалпы әнді жақсы бейнелеп бердің. Соған қазірше Мұрат басым орында тұр деп ойлаймын. Көп рахмет. Қазкен аға, сөз кезегі өзіңізде. Жаңа кім Әубәкірдің орындаған, Батырхан орындаған ғой, өте тамаша, өте жақсы ән. Сен өзіңде бұл әнді өзінің шаманың келесінше орындап шықтың. Сол жаңағы біраз ағаттықтар болды, енді жарыс болғасын сондай болады. Барлықтары жан тәнімен, амалы бар ең жақсы жігерімен, сақаналы жігерімен орындап шықты. Жақсы, Әубәкір жақсы орындады. Сол жаңа біраз ағаттықтар кетіп жатты ортасында. Енді ол бір үлкен бір проблем емес. Негізі жақсы. Енді кім Мұрат, мына Қаңшеван шауды цайқау байнен, бұл өзі сен жаңағы Бекеш аға айтқандай еліктеушілігің бар, өзіңді бір дара ерекше дыбысың бар. Мен сенің еліктеу емес, өз дыбысыңды жақсы көрдім. Алдың жолда сондай бір Витастың әнін орындап шықтың. Сен өзіңнің дыбысың бар, өзіңнің дауысың, тамаша дауысың бар. Ең жақсы өзіңнің дыбысыңмен, өзіңнің немен орындап шығу керек. Мына әнді өте тамаша, өте жақсы орындадың. Енді сақынаға ары қарай жалғастырса, мен болғанда Мұрат болса деп ойлаймын. Ал, көп рахмет. Сөз кезегі Отанбек аға сізде. Иә. Әубәкір, төмен дыбысы түспей кішкене дыбыс орында болмай, дыбыс қалықтау болды. Жүрек қағу болды мекен. Әубәкір ән айтып тұрған кезде мен бала кезім есіме келді. Жарыс кездер мен талай қысылғам. Екі өкпеден ұрған кезде сура өкпені, жүректі қысқан кезде дыбысың шықпай, дыбыс орында болмай қалады. Бірақ жалпы жақсы орындадың, тамаша орындадың, өте жақсы. Мұрат, алдыңғы жол келгенде Витастың әнімен бәрімізді таң қалдырғансың. Иә, осы жолы Қаңшеван жаудаған Сайғау байне, Ханлидің айтқанын орындабасың. Жақсы орындадың. Сен орындағанда Ханлидің да дыбысын еліктеп, келмеген жерде өзіңнің дыбысыңмен айтып тұрсың. Бірақ жалпы жақсы. Екі өнерпазымыз жақсы орындап жатыр. Егер де сіз болсаңыз, мен болсам, мен Мұратты көрсетер едім. Көп рахмет үш тәлімгерімізге. Әрине, үш тәлімгердің сізге берген тек қана ұсыныс, пікір ғана. Енді соңғы шешімді өзіңіз қабылдайсыз қанекей. Әубәкірден келер болсақ, мен өз Әубәкірдің дыбысын жақсы көрем. Өзінің бір әдемі бір негізі Отанбек ағамыздың даусында да жақындап қалатын дыбысы бар. Жоғарыда өте тамаша. Бірақ әзір мен өзім біраз отырып өзім де қысылып кеттім. Ана төмен дыбыстар негізі қалықтық бал дыбыстарың біраз. Демалыста жақсы болмады. Енді Мұратқа келер болсақ, Мұрат бұған да айтқам кеше. Ана бір дыбысты, еліктеу дыбысты алмайсың деп. Өзіңнің нағыз дыбысыңмен шығару керек деп. Солай шығарым болады. Мен жаңа қолыммен көрсетіп бүйтіп отырдым, тағы да сен ескермедің оны. Өзіңнің мына жердегі дара, өзіңнің көкірегінде өте әдемі дыбысы бар бұл баланың. Соны істетіп жібердің жаңа тағы да. Дұрыс қабылдау керек. Пікір айтқан өте жақсы. Қабылдауымыз керек. Ал енді осы сақананы Әрмен қарай жалғастыратын Мұрат жалғастырсын. Көп рахмет. Құттықтаймын.